Айда ханым? Сәуле, сен бе? Иә, телефонымды ұмытып кетіппін. Ешкімге сенбей өзіңіз тігіп отырғаныңызға қарағанда бір бейіп әжеден тапсырыс алған сияқтысыз ғой. Шынымен де бұл кісі ерекше адам. Кім болды екен? Апама ғой. Түсінікті. Жақында мерейтойы. Соған өз қолымен тігіп, ерекше сый жасайын деген. Керемет. Мына жерге моншақ тастарын орнату ғана қалды. Қалай? Керемет. Не деген шеберлік. Бұны Науат апа киіп алып Меланы сәнап тағында еркін жүрсе де болады екен ғой. Сіз де айтасыз, рахмет. Иә, керемет сол. Мына қараңызшы тастар. Әдемі үйлесіп тұр, иә? Сені көріп есім кетті, өмірімде өзгерді. Өміріме керек емес, сенен басқа өзгенді. Жүрегінің бір арында таныштығы жүрегім. Гүлдей сезім бір жүректе бірін жарар кез келді. Жүрегімнен бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өмірімнен бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнде күтіп тосқанша. Джессика, қазақшаң is very good. Super болды, super! Wow! I want to go to a village. It's so cool. Yes, we're having a good time here. Come on over. We'll be glad to see you. MTV, hold on. We are planning a big toy. Toy? What is it? Toy, it's... Yeah, party. It's a big party. Yeah, big party. Жай пати емес, мега пати. Бәрі келетін ағайын пати, туысқан пати. Ай, Пашеке. Не болсашы, пар енді қызғанда. Болды. Ыстық бауырсақтан же, Сайлау. Ал, жігіттер. Мынау әр моншаның соңында бір мәселе болады, білесіңдер ғой. Бүгінгі шаруа мына енеміздің мерейтойы. Ой, кеше ғана ана соятын малды дайындап, реттеп келдік қой. Мен оны айтып отырғаным жоқ. Ертең тойда не істейміз, не сыйлаймыз, сол жағын ақылдасып алайық деп отырмын. Мерейтойға қанша дегенмен 70 жас. Жайбарақат қарауға болмайды. Мен енді түсіндім. Мен қарсы емеспін. Қаншадан жинаймыз, айтыңдар. Не аламыз? Люстра, кілем, телевизор. Сен люстраңды қоя тұр. Анау Америкадан келгенде қонақтар бар ғой, олар да таңғалатындай болсын да. Үшеуміз неге ән айтпаймыз? Ән? Қандай ән? Кез келген ән. Қойшы енді. Жас балалар құсап
әне айтып тұрғанымыз қандай қалай болар екен? Соны айтам. Немесіңдер осы тартыншақтай бересіңдер, а? Осы бір жарыққа қарай сөйлесе қараңға қарай қашып тұрады екенсіңдер. Онда тұрайық үшеумізде. Бір-бірлерімізді құшақтап қисайып. Қой, құрсын, ертең ән айтып тұрғанымызды ертең біреу телефонға түсіріп алып ютубқа салып жіберсе, масқарамыз шығады ғой. Оның үстінде мен қызметтегі адаммын. Маған келмейді ол. Ой, сен біреудің жағасын жыртып жатсың ба? А? Жағаласып жатсың ба біреудің? Жоқ, полицияға ән айтуға болмайды деген заң бар ма? Жоқ, мен... Сен не дейсің, а? Енді не дейін, енді домбыра тарту бәріміздің қолымыздан келеді ғой, азын шоған ән айтамыз. Бірақ енді ертең ойлашы өзің. Дөңкиіп, ән айтып ортада тұрған мен елестете алмай отырмын. Соны айтам. Онда отырыңдар жастарыңа жетпей, шал болып. Осы көрсетіп жатады ғой. Неше түрлі тойлар болып жатыр. Неше түрлі тосын сыйлар ғаламтордан көрсетеді ғой. Бір тосын жасауға болады ғой бізге де. Ішіне көңіл көтеріп дегендей. Жақсы. Енді айттық, шықтық дерек. Сонда қандай ән болуы мүмкін? Қандай? Қазақта не көп, ән көп қой. Ән көп қой. Мысалға, енеміз ғана мама, көңілің кең дала, енесің сен маған, енесің сіз бізге. Жоқ, мен мысалға... Ой, сендерді... Мен мысалға деп отырмын, мысалға осындай ән. Жақсы. Мағынасы келеді негізі. Мағынасы келеді. Сондар ма, көңілдерін көтерілді ма? Аяқтан көңілдер бәрін көңіл көтерді. Осында айтайын. Бірақ кішкене баяулау екен. Тойда енді кішкене темпі бәрін жақсы ғой, билейтін. Баяулау дейсің ба? Онда басқаша кішкене апамызға сөзін ыңғайлап тағы бір ән бар, соны айтайық. Дейзи. Өзінше сүйкімді болды. Мынау қалды байқұда бар екен дейді. Ана демесін Сағи, Күлтай, содан. Міне тұрға апа Сағи, Күлтай апа. Демесін. Содан кейін Нағима апаны да шақырдым. Еркелеп жатыр. Күреш апаны да жаздым. Дұрыстан көрші ауылдары. Көрші ауылдары. Жұпар апаны шақырдым. Жазыппын. Содан кейін Асқар, Сансызбай ағамыз. Дұрыс. Қалып қалмасын. Ең маңызды жұмыс жасап жатырсыздар ма? Қонақтардың тізімі деңіз. Иә, мынау ауылдағы ағайындар шақырып жібермесең келмейді ғой, ренжиді. Иә. Қуанып тұрсың? Жақсы жаңалығың бар ма? Иә, жаңалығым бар. Бірақ енді жаңалықты айтпас бұрын. Бір кісілер сусын берсе, ауыз кеуіп кетті дегендей. Ананы қара, қалмайды я. Ананастың шырын жақсы ғой, бірақ енді ағарғанға не жетсін апа? Әрине, аллергия деп өздерің ғой. Ой, апа, түкте аллергиялар жоқ. Сылтаулары ғой тауып алған. Е, не тындырып келдіңдер?
аудандық ауруханаға жұмысқа алып. Вау! Күшті? Ой, ботам. Бәрекелді. Айттым ғой алады деп. Сен болсаң ауылда менің мамандығымды қажет етпейді дейсің. Сонда сен пластикалық операция жасайсың ба бәріне? Енді бәріне емес, енді керек адамға жасаймын. Мә саған апа, ауылдағылар анау аттан құлағаны бар, ит тістегені бар, анау тыртықтарын тегістететіндер барлығы бір мәз болып қалатын болды ғой. Қойшы қайдағын айты, ондай жұмыс жасамайтын шығар. Ой апа, пластикалық хирург қой, солай емес пе Арман? Енді тек қана ол емес, бізде енді кең салалы мамандыққа оқытты ғой. Пластикалық хирургия бар, енді басқалары да бар. Енді апа, мақсат емдеу ғой. Әне? Ане айттым ғой, емдейді адамды. Сен ғой тыртық-пыртықтар емдейді деп. Ой апа, сіз түк те білмейсіз. Ақша деген сонда. Мына қазіргі қыз келіншектер сұлу болу үшін пластикалық отаға бар ақшасын беруге дайын. Солай емес пе? Енді тойға дайындық қалай? О, супер. Апа, сарайдың булығын ашып қойсам бола ма? Ішін сәл жел қақтырып алу керек сияқты. О, құлыным менің. Істей ғой, менен еш нәрсе сұрама. Мен саған посты тапсырдым. Жақсы апа. Апа, мен білмейтін қазақша сөздер жаттап алыпты ғой. Болып дей ма, жел қақтыру дей ма? Айттым ғой мен сендерге. Өзім ақ тәрбиелі балам деп. Супер апа, супер. Кеттік сарайға. Ұлту, сен де әлі демалмағансың ба? Онда төсек шаш, демалайық. Ертең ерте тұру той. Шашайым Сұлту. Мұқаш, дәрігерге тексерілуге бардым. Қыз деді ме? Ол ма? Егіз. Егіз? Иә, Ай? егіз, бір ұл, бір қыз. Бір ұл, бір қыз дейді. Мұқашта бір ұл, бір қыз. Жарайсың, Мұқаш. Менің бұрынғы аталарым өзінде егізден тапқызған ғой. Бір ұлдан, бір қыздан, екі ұлдан. Мінеке қайта жаңғыру деген осы болады. Мұқашың сен әлі білмейді екенсің, Алтынжан. Бұл ертең-ақ еңбектеп жүреді осында. Құлыншақтарым. Жүрем мемлеке, көкжал құсап. Қызым да бір иіскеп. Ұлым да бір иіскеп. Бірақ ертең көпшілікте тойда ондай әңгімен қозғамайды. Жарайды. Кокос, макос бірдеңе керек жоқ па? Ананас, бұлдырықтың еті. Жоқ, керек жоқ. Қалайсыңдар жігіттер? Орындық жете ма? Жетпесе сарайда бар, соны әкеліңдер. Жақсы апа. О, менің қыздарым. Қалайсыңдар қыздар? Жақсы апа. Бәрі дұрыс па? Дұрыс қой. Ома башым. Апа, дайын болды бәрі. Ой, жаным. Әне, ұлдана деген пысық қой. Міне. Қалай? Түзу ма? Ортасын кішкене. Ой.
Болды, Жігіттер, по-образный сыймайды мына жерге. Онда былай жасайық. Науат апаның тойы ғой. Наобразный етіп құрайық, күшті болады. Әлі жүрсіңдер ме? Қонақтың келетін уақыты болып қалды ғой. Тұрсыңдар, күліп. Не болды саған? Келіп жатыр деп айтпайсың ба? Енді ұмдадық қой, ұмға түсінбеген, дымға түсінбейді деген өзіңнен ғой. Ой, сендер. Қатты жалып қалдың міне. Ыңғайсыз ғой енді. Болады. Астына ағаш қойып жібереміз ғой мына жерге. Сәл келмей тұр. Ассалаумағалейкум аға, қош келдіңіздер, кіріңіздер. Амансыз апа, ой батыр қалайсың, ассалаумағалейкум. Ой, рахмет, саламатсыздар ма, Сәлеметсіз ба? Рахмет. Жоғырлатыңыздар, сәлеметсіздер. Амансыздар ма? Охо. Ал енді, қымбатты қонақтар. Мен мына Қыстаубай бажам сияқты қысылмаймын, білесіздер. Сайлаубай бажам сияқты сайланбаймын. Мұқаш деген атым бар. Енді тілектеріңіз қабыл болсын. Осында өзіміздің сүйікті енеміздің әрі ағасы, әрі ақылшысы, қариясы бардың дәриясы бар дейді. Ауылымыздың ақсақалы, Бақтығали ақсақал жақсы бір тілегін білдірсін. Қалай дедің? Бәрекелді! Науатжан, мынау 70 жылдық торқалы тойыңыз құтты болсын. Ал енді бұған келіп атқан мына күйеу балдары бар, мына ағайын тумалары бар, құдалары бар, жекжаттары бар, достары бар. Барлығының үйінде осындай 70 жылдық тойлар бола берсін. Әрдайым аманшылық болсын. Дастарханыңыз осындай адамдарға жайыла берсін. Өміріңіз ұзақ болсын. Жасың жүзге кейін жете берсін. Той. Еліміз тыныш, жұртымыз аман, ауызбіршілігіміз берік. Қазақстанда білесіздер, 130 ұлттан артық ұлт тұрамыз. Татулығымыз берік, мәңгілік еліміз, дұрыс па ағайын? Мінекей, кішкентайдан қайдай келісіп бір өскен менің сабыр досым тілегін айтады. Ой, бәрекелді! Тәтек, 70 yaşın hayırlı olsun. Ой, бәрекелді! Abla sufan açık olsun. Еліміз аман болсын. Я, Нават, біз күннен күнге қартайып бара жатырмыз. Ал сен жасарып бара жатсың. Ай, сіз дағы айтасыз ау. Олың қолыңа келіп, көңілің жайланып, Нават құлпырмағанда кім құлпырады? Рахмет. Міне, Айда келінім тігіп берді. Оригинал. Алып отырыңыз шай. Ішіп отырыңыздар, жеп отырыңыздар. Наваттың 70 жылдығына ән жолдаймын.
Ояу деймін дегенде, ояу деймін осы бүгін нағаттың 70-ке толған тояу деймін. Тойым болса нағату, мен тойлаймын көп ішімде шырқалтып, ән саламын дедім аяй. Алмағашты гүліндей ай, текемектің түріндей ай. Өтіп дәурен бара жатыр, сізбіз бізге бәлі ай. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Бір ауылдың тұрғындарымыз, осы біздің сүйікті енеміздің сұлу-сұлу 3 қызы бар. Ұлбосын, Ұлдана. Толықсыған мен сияқты. Иә, Ұлтау. Ал сол 3 қызға лайықтап сарқыраған таудың дәу қаратасындай 3 азамат бармыз. Міне. Қанеке, ұстауай, сәлем қайдасыңдар? Ажалар. Иә. Костюм шалбар кисеңдер, шарқырап кетеді екенсіңдер ғой. Өзім бір тілек. Жоқ, Башеке, қосыламын. Айта бер деймін, қосылам. Бұл сен, иә, ұстау енді сөздің емес, сіздің азаматы ғой білесіздер. Иә, сөзге міне біздің сайлау жүйрік. Ал, сайлау. Иә, енді сайлаубайды білесіздер. Өзі полиция болғаннан кейін осы ауылымыздың тыныштығын, тәртібін, барлық еңбексініп өзі ұйықтамай, иә. Енді 3 базаң атынан біздің сүйікті енемізге тосын сый ретінде бір ән. Бәрекелді! Шалғын келден, құбыла соққан жерден айнала